Ең қарапайым алкен этиленнің молекуласындағы қос байланыстың құрылымын қарастырайық. Әрбір көміртек атомы басқа үш атоммен, екі сутек атомымен және көршілес көміртек атомымен байланысады. sp2 гибридтелген орбитальда орналасқан үш валенттік электрон сутек атомдармен екі байланыс және көміртек атомдары арасында бір байланыс түзеді. Орбитальдарды тұтастай жабу нәтижесінде пайда болған бұл мықты байланыстар сигма байланыс деп аталады. Жүйе тұрақты болу үшін байланыстар жазықтықта 120 градус бұрышпен орналасуы керек. Нәтижесінде суретте көрсетілгендей жазық бетті құрылым пайда болады. Бір электрон атомдармен анықталатын жазықтыққа перпендикуляр гибридтелмеген p орбитальда қалады. Ол дәл осындай p орбитальда орналасқан басқа электронмен химиялық байланыс түзеді. Параллель p орбитальдарды көлденең жабу нәтижесінде пайда болатын байланыстың бұл түрі пи байланыс деп аталады. Ол ковалентті байланыс және ол сигма байланыстан үстіңгі және астыңғы екі аймағының болуымен ерекшеленеді. Сол себепті осындай байланыс түзетін электрондар делокализацияланған деп аталады. Пи байланыс түзу үшін оны құраушы атомдардағы p орбитальдар бір-біріне параллель орналасуы керек. Осыған байланысты қос байланыс айналасындағы атомдар бір жазықтықта орналасады. Сол себептен этилен молекуласы жазық құрылысты болып келеді. Этилен молекуласындағы көміртектің әрбір атомы басқа үш атоммен байланысқан және ол sp2 гибридтелген деп сипатталады. Гибридтелудің мұндай түрі жүзеге асу үшін көміртек атомы байланыс түзу мақсатында қозуы керек. Бұл 2s орбитальда орналасқан электрондардың бірі 2p орбитальға өтеді деген сөз. Содан соң бір 2s орбиталь мен 2p орбиталь араласып, үш бірдей гибридтелген sp2 орбитальдар түзеді. Көміртек атомының 4 валенттік электронының үшеуі жаңа sp2 орбитальға орналасады, ал төртінші электрон гибридтелуге қатыспаған 2pz1 орбитальда қалады. 3 sp2 орбитальдар бір жазықтықта 120 градус байланыс бұрышын жасап орналасады. Қалған бір электрон орналасатын 2p орбиталь 3 sp2 орбитальға тікбұрыш жасап орналасады. Қаныққан және қанықпаған ұғымдары химияда кең мағынаға ие. Олар гомологтық қатармен шектелмейді және көміртек атомдарының арасында кем дегенде бір еселік байланысы бар қосылыстарға қатысты қолданылады. Мысалы, айтарлықтай күрделі қосылыс болып есептелетін майлар қаныққан не қанықпаған қосылыс болуы мүмкін. Молекуланың құрамында қос байланыстың болуы оның физикалық қасиеттері арқылы байқалады. Этиленде көміртек қос байланысы болғандықтан, бұл атомдардың арасындағы қашықтық этандағы көміртек атомдарының арасындағы қашықтықпен салыстырғанда аз болады. Тәжірибе арқылы анықталған дерек бойынша этилендегі көміртек байланысы этандағы көміртек байланысынан мықтырақ. Есептеулерге сәйкес, пи байланыс сигма байланыстан 3-тен 1 есе әлсіз. Бұл осы байланыс шекарасының ішінде электрондардың шашырап орналасуына байланысты. Ол пи электрондардың делокализациялануы деген атпен де белгілі. IUPAC ережелеріне сәйкес, алкендерді атау үшін экранда көрсетілген молекула үлгісін қарастырайық. Бірінші ереже. Қос байланысы бар ең ұзын көміртек тізбегін табамыз. Екінші ереже. Тізбекті қос байланыс жақын орналасқан шетінен бастап нөмірлейміз. Ең ұзын көміртек тізбегінде 6 көміртек атомы болатындықтан, ол гексанның туындысы болады. Атаудағы ан жұрнағын ен деп ауыстыру арқылы қосылыстың құрамында қос байланыс бар екенін көрсетеміз. Үшінші ереже. Атаудағы ен жұрнағының болуы қос байланыс бар екенін көрсетеді. Қос байланыстың орны ен жұрнағынан кейін қос байланысы бар көміртек атомының төменгі санымен анықталады. Төртінші ереже. Орынбасушыларды тауып, оларды әліпби реті бойынша атаймыз. Орынбасушылардың орны өзі байланысқан көміртек атомдарының санымен анықталады. Орынбасушылардың орны мен атаулары қорытынды алкен атауының алдында айтылады. Осылайша экранда көрсетілген алкеннің атауы 2 метилгексен 1 болады. Молекуласындағы көміртек атомдарының сандары бірдей алкендер мен алкандардың балқу температурасы мен
қайнау температуралары шамамен бірдей болады. Сонымен қатар, біз әртүрлі агрегаттық күйде кездесетін алкан мен соған сәйкес алкеннің температуралық шегін салыстыруымызға болады. Осы орайда гексан мен гексен бір-бірінен қатты ерекшеленбейді. Алайда олардың балқу температуралары айтарлықтай өзгеше. Алкандар секілді алкендер де суда ерімейді. Олардың тығыздығы судың тығыздығынан төмен болғандықтан, алкендер сумен қосылғанда қоспаның бөлек жоғарғы қабатын түзеді. Егер берілген көмірсутек тізбегіндегі бүкіл көміртек атомдарының арасындағы барлық байланыстар дара болатын болса, көмірсутек алкандар қатарына жатады. Алайда егер берілген көмірсутекте екі көміртек атомдарының арасында қос байланыс болатын болса, ол алкендер деп аталатын басқа қосылыстар тобының мүшесі болып табылады. Алкендер кез келген екі көршілес көміртек атомдарының арасындағы қос байланыстың болуымен сипатталатын тізбекті көмірсутектер. Көміртек атомдарының арасында еселі байланыстары бар органикалық қосылыстарды жалпы түрде қанықпаған қосылыстар деп атайды. Осы анықтама бойынша алкендер қанықпаған көмірсутектерге жатады, ал алкандар секілді көміртек атомдарының арасында дара байланыстары ғана бар қосылыстар қаныққан қосылыстар деп аталады.